Сәлем достар, сіздерді көріп отқаныма өте қуаныштымын. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, достарыңызға жіберіп тарата отырыңыздар. Достар, бүгін көптің сұрауымен сен қалай хиджабқа келдің және қалай намазға келдің, кім қарсы болды деген сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Кеттік. Достар, кеттік, жалғастырайық. Мен жалпы өзім сіздерге шын айтайын, Алла тағала біздің жүрегімізге салмаса, біз намаз оқи алмаймыз. Алла тағала біздің жүрегімізге салмаса, біз хиджабқа келмейміз. Ең бастысы ол ниет, ең бастысы Алланың қалауы. Достар, қараңыздар, әрбір қазақ отбасы үшін хиджаб деген дүние ол таңсық дүние. Хиджаб деген дүние ол, хиджаб десе көбісі дұрыс түсінбей жатады, сен басқа дінге кетіп бара жатсың деген сияқты өте күмәнді ойлар қалыптасқан. Біз сол ойларды жоғалтуымыз керек, сол ойлардан ата-анамыздың миын арылтуымыз керек. Жалпы ата-ана емес, жалпы қазақ отбасы үшін, жалпы әрбір отбасы мүшесі үшін бұл ойлардан арылту өте маңызды болып табылады. Қараңыздар достар, мен жалпы өзім дінге сенетін адам болған жоқпын. Дінге сенетін дегенде мен Алла тағаланың бар екендігіне сендім, мен іште құлшылықта болатынмын, бірақ мен үш уақыттасам да түсіме кірген жоқ, намаз оқып кетемін деген. Солай мен, потому что әрбір қазақ отбасындағы қыздар үшін ол былай өсіреді, басқа дұрыс дін бар және басқа дін бар, яғни сен басқа дінге түсіп кетуің мүмкін деген сияқты. Мен сондай қорқынышпен өстім. И мен ойладым, лучше мен нейтралды болайыншы, мен дінге жақындамай ақ қояйыншы, себебі мен басқа дінге түсіп кетуім мүмкін деген сияқты қатты қорқыныштар болатын. Сондықтан мен мектепте жүрген кезде дін деген дүниеден аулақ болдым. Колледжге түскен кезде мен 2-3 курстан бастап ораза ұстап бастадым. Одан кейін жайлап осы құлшылыққа келуге ниеттендім. Бір 18-19 жасынан бастап намазды оқып бастадым, таң намазын оқыдым ораза кезінде, одан соң ол қалды. И менде екінші ниет болды, то что келесі оразаға дейін 5 уақыт намаз бастап кетуім керек деген. И осы ниетімді ата-анамнан сұрау керек болды. И мен Алла тағаладан сұрадым, Алла тағала маған күш қуат бер, мен ата-анама намаз оқитынымды айтайын деген сияқты. Одан соң әкемнен сұрадым, әкешім, мен намаз оқуым керек. Ол рұқсат берді. Мен де өте қатты қуандым достар. Одан соң 5 уақыт намазымды оқып жүрдім. 5 уақыт намазымды оқып жүрген кезде менде белгілі бір тарапта қиындықтар пайда болды. Жалпы орамалға деген. Себебі мен туысқандардың үйіне барған кезде немесе көшеде жүрген кезде кез келген жерде мен намаз оқып кете алмайтын болдым. Себебі орамалым үйде қалып кетеді, немесе ұзын көйлегім жоқ деген сияқты. Себебі мен қысқа киетін, шашымды жайып жүретін қыз болдым. И одан соң мен ойладым, мен хиджабқа келгенім дұрыс болар, себебі кез келген жағдайда мен орамалым басымда, ұзын көйлегім үстімде, кез келген кезде намазымды оқып кетем деген сияқты ой болды. Одан соң бұл ойды әкемнен сұрау маған өте ауыр болды. Хоть менің әкем жұмсақ адам, жақсы адам болғанмен де мен әкемнен қорқатын едім. Себебі әкем ондай дүниелерге қарсы еді, басқа дін деген дүниелерге қарсы еді. Басқа дінге түсіп кетесің деп қорқатын болды ол кісі. Одан соң мен Алла тағаладан сұрадым. Ең басты қыздар, ниет. Сіз хиджабқа келгіңіз келсе де, намазға келгіңіз келсе де, Алла тағаладан сұрамыз. Қазір сіздің ата-анаңыз қарсы болуы мүмкін сіздің хиджабыңызға, сіздің намазыңызға. Бірақ егер сіз Алла тағаладан шынайы ниет етіп сұрайтын болсаңыз, Алла тағала сіздің ата-анаңыздың жүрегіне сондай бір жылулық, сондай бір рұқсат бере алатындай күш-қуатты беріп қояды. Мен күнде намазымды сұрайтын болдым. Күнделікті Алла тағала мен әкемнен хиджаб киюіме рұқсат беруін, иншаллах, сен нәсіп ет, мен сұрауға күш-қуат бер. Ең басты ниет қыздар. Осылай ниет етіп жүрдім де, мен әкемнен сұрадым. Қатты қиын болды, бірақ мен сұрадым. Әкешім, мен хиджабқа келгім келеді, рұқсатыңызды бересіз бе деп сұраған кезде, маған әкем иә деген жауапты берді. Иә, бірақ деген тағы да бір дүние бар. Мен осылай 5 ай жүрдім. 5 ай маған қиын болды, себебі көршілердің сөзі, туысқандардың сөзі, сен жассың, сен тұрмысқа шыға алмай қаласың, саған хиджаб не керек, сен кемпір емессің ғой. Осындай көп теориялар болды. Маған хиджабты шештіруге деген шештіретін адамдар саны көп болды. Соның ішінде бірі әжем. Маған хиджабыңды шешесің, шешпесең өртеймін деген сөздерді айтқан болатын достар. Солай мен 5 айдан кейін хиджабымды шештім, себебі маған шешпесем басқа шешім қалдырған жоқ. Ата-анама мен қарсы шыға алмайтын болдым. Сондықтан достар, бірдеңе айтқым келеді. Алланың разылығы, ата-ананың разылығы. Біз ата-анамыздың разылығын алмай тұрып, Алланың разылығын ала алмаймыз. Сондықтан да сіз хиджаб кигізбеді екен деп ата-анаңыздан бас тартып, немесе оларға айғайлап, оларға жылап сақтаудың қажеті жоқ. Шештіңіз ба? Мейлі. Бірақ сіздің жүрегіңізде әлі де иманыңыз бар. Сізде құлшылық бар. Сізде намаз деген дүние бар. Намазыңызды күнделікті сұраңыздар. Осылай жүрген кезде мен бір жылдан кейін кері хиджабқа келдім. Қалай келдім? Ең басты достар, сіздің бұрын ата-анаңыз шашыңызды жайып жүргеніңізді көрген болса, немесе бұрын сіздің қысқа кигеніңізді көрген болса, сізді бірден оранып кеткен түрде көру олар үшін ауыр тиеді. Олар үлкен кісілер, олар совет өкіметінің адамдары. Сондықтан да достар, неден бастаймыз? Бірінші, орамал киіп бастаймыз, жай ғана артқа қарап тағамыз. Екінші, ұзын киеміз. Үшінші, әдебімізді дұрыстаймыз. Олармен қарым-қатынасымызды дұрыстаймыз. Олармен барынша көбірек сөйлесуге тырысамыз. Барынша өзіңіздің иманыңызды тәрбиелейсіз. Түсінікті ғой достар. Мінезіңізді көркем қыласыз. Сол кезде ғана Алла тағала сіздің иншаллах хиджабқа келуіңізге де, намазға келуіңізге де өзі рұқсат береді. Өзі ата-анаңызды тәрбиелейді, өзі ата-анаңыздың жүрегіне Алла тағала осы қызыңа хиджаб кигіз деген сияқты жүректеріне салып қояды. Мен дәл солай жасадым. Баста ұзын киіп бастадым, ұзын киімдерді сатып алдым, орамал қылып тағып жүрдім. Олардың көзі жайлап үйренді. Күнделікті олармен сөйлескен кезде де орамалмен сөйлесетін болдым. Солай үйренді де, и потом жайлап осылай оранып бастадым. Олардың алдында мен жайлап өзгере бастадым.
менің бірақ мінезім де көркем болды, іс-әрекетім де көркем болды. Ең бастысы олар маған күмәнданған жоқ. Одан кейін мен осылай хиджаб киген кезде әжем тағы да қарсы болып, сен тағы да хиджаб киіп алдың ба деген сияқты. Бірақ Аллаға шүкір, менің отбасымда намаз оқитын бір апам бар, сол апам маған көмектесті. Не істейсің кисе кисін, оның ертең өзінің тағдыры. Ертең ол үшін сен жауап бермейсің. Ана өмірде әркім өзі үшін жауап береді деген сияқты басу сөздерін айтып маған көмектесті. Және осы кезде әжем мені жайлап қабылдай бастады, әкем мені жайлап қабылдады, жалпы қоршаған ортам мені жақсы қабылдап бастады. Аллаға сансыз шүкір. Достар, сондықтан да ең бастысы, хиджабқа қазір ата-анаңыз қарсы болса, Алла тағаладан ниет етуді ұмытпаңыздар. Иншалла сіздердің де өміріңіз жақсы болады. Бірден хиджабқа келіп кету ол өте қиын. Сондықтан да достар, жайлап бастаймыз. Ең бастысы ата-анаңыздың жүрегіне Алла тағала шынайы ниет салып қойсын. Сіздермен болғаныма өте қуаныштымын.